Бәріне сәлем достар. Қазіргі фильмдер арнайы эффект қолданбаса, олар қызықты болмаушы еді. Заманауи фильмдердің түсірілгендері соншалықты қай жері арнайы эффект, ал қай жері шынайы кадр екенін білмей қалып жатамыз. Заманауи фильмдер негізінде қалай түсіріледі? Бүгін Казблог.нет арнасы сол туралы айтатын болады. Жизнь Пи деген киноны бәріміз білеміз. Осы кино үлкен экранда керемет болып көрсетілген. Әсіресе басты кейіпкер қайықта жолбарыспен мұхит ортасында тұрып қалған сәті. Бірақ кино ашық мұхитта емес, үлкен бассейнде түсірілген. Ал басты кейіпкер қайықта жолбарысы жалғыз болған. Мамандар жолбарысты өте керемет және шынайы етіп суреттеген. Кино негізі толығымен арнайы эффект көмегімен түсірілген. Шынайы кадрлар шамамен 5%, одан көп емес. Ал қалғаны жасыл фонға компьютерлік графиканы енгізіп суреттелген. Не болса да киноны көргенде нағыз мұхит екеніне сенесің. «Пираты Карибского моря» деген фильм арнайы эффект қолдану саласында Оскар жүлдесіне ие болған. Дэвид Джонс деген кейіпкерге қарай көріңіздер. Өте қорқынышты ұсқыны мен көптеген қармауыштары әрдайым жыбырлап тұрады. Грим арқылы ондай кейіпкерді жасау мүмкін емес. Сондықтан оны компьютер арқылы суреттеген. Бірақ не болса да оны тірі адам ойнады ғой. Оның бетіне көптеген нүктелер орнатылып, кейіпкердің эмоциялары толығымен дәлме-дәл суреттелген. Маугли фильмі. Қалың орманда таза ауа, құстар шырқырауы мен жабайы аңдар. Керемет табиғат. Осының барлығы мамандар жаңадан бастап суреттеген. Сенесіз бе, сенбейсіз бе? Бірақ осы фильмде бірде-бір көрініс шынайы жерде түсірілген жоқ. Толығымен компьютерлік графикамен жасалынған. Қозғалмалы сахна, көк фон. Болды, джунгли дайын. Егер режиссерлар осыны айтпаса, біз бұл өтірік орман екенін білмейтін едік. Стражи Галактики фильмін қарап болғаннан кейін, оның кейіпкерлерімен шынайы өмірде сөйлесіп дос болып қалғым келіп тұрады. Өйткені мамандар оны өте шынайы етіп бейнелеген. Жасыл киім киіп алған бейшара актерға қарай көріңіздер. Ол болашақта жанат жануары болады. Басты кейіпкер жанатты бейнелеу үшін өте көп уақыт кетті. Біріншіден ойыншы жанатпен алысып, содан соң оны компьютерде оны ары қарай аяқтап суреттеуге тура келді. Дэдпул фильмі қарапайым супер қаһармандар туралы фильмдер сияқты арнайы эффект арқылы жасалған. Осы фильмде компьютерлік графика тек қана қиын трюктар мен қауіпті сәттерде емес, басты кейіпкерлерге де тиген. Олардың келбеті мен ұсқындарын арнайы эффект арқылы айқындап суреттеген. Кейбір сәттерде көрініс бейнесі өте қиын болғандықтан Дэдпулды жиі толығымен суреттеген. Мысалы, Колс деген кейіпкерді сәтті бейнелеу үшін оны ойнаған актерға 20 сантиметрлік аяқ киім киюге тура келді және басына антенна шошайып тұратын бас киім киіп жүрді. Warcraft фильмі толығымен ойдан шығарылған әлем, сондықтан әрине оны толығымен компьютерлік графика түсірген. Warcraft фильмі толығымен бір үлкен бөлмеде түсірілді. Өйткені шынайы өмірде ойдан шығарылған фильмге жарасатын локациялар табу мүмкін емес. Режиссердің келесі күрделі тапсырмасы орктарды шынайы етіп бейнелеу. Осы фильмді түсіру барысында жаңадан бағдарламалық жабдықтар жасалған. Олардың көмегімен сұмдық ұсқынсыз орктардың эмоциялары барынша адамдардыкіндей ұқсас етіп бейнеленген. Достар, видео қызықты болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып кетіңдер. Арнаға тіркеліп, достарына таратыңдар. Бұл Казблог.нет арнасы, сау болыңдар.